Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таза аула. Сабақта сен суреттер бойынша сұрақтар құрауды, әңгімені жалғастырып айтуды үйренесің. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ауланы тазалау, қоқыс жәшігі, лақтыру, ағаш отырғызу. Мұқият тыңдаймыз және қайталаймыз. Ауланы тазалау, қоқыс жәшігі, лақтыру, ағаш отырғызу. Бірінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтар құрап айт. Оқушылар, суретке мұқият қарайық. Балалар не істеп жүр? Балалар қоқыс тазалап жүр. Ауланы тазалайды, жапырақтарды тазалайды және өсімдіктер, гүлдер, ағаштарға қамқорлық көрсетеді. Тапсырма. Кім, не, қайда, қандай, не істеді, неше деген сұрақтарды қатыстыра отырып, сұраулы сөйлем құрастырамыз. Келесі кезекте грамматика. Біліп ал. Шақтық мағына қазақ тілінде үшке бөлінеді. Ол осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ іс-әрекеттің, қимылдың сөйлеп тұрған сәтте болуын білдіреді. Мысалы, жапырақ жинаймыз, қоқыс тазалаймыз. Екінші тапсырма. Тыңда, іс-әрекет, қимылды білдіретін сөздерді тап. Олай болса, мәтінді тыңдаймыз және де осы сұрақтарға жауап беретін сөздерді табамыз. Балалар сенбілікке шықты. Олар мектеп ауласын тазалады. Айгүл қоқыс жинады. Жанәли мен Әмір ағаш отырғызды. Әлия гүлдерге су құйды. Олай болса, өзімізді тексеріп көрейік. Балалар не істеді? Шықты, тазалады, жинады, отырғызды, су құйды. Тамаша. Сіздер де сұрақтарға дұрыс жауап берді деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Оқы, әңгімені жалғастырып айт. Сұраққа жауап бер. Оқушылар, мәтінді оқимыз және осы мәтінді әрі қарай жалғастыру керек болады. Оқиға қалай өрбиді, қалай аяқталады, осы жөнінде өз ойларыңызбен бөлісу керек болады. Төртінші тапсырма. Жазылым. Суретке мұқият қараймыз және ат қоямыз. Жоспар құрып, сурет бойынша мәтін құрастырып жазу керек. Үйге тапсырма. Табиғатты қорғайық тақырыбы бойынша сурет салу. Ал сабағымыздың соңында кері байланыс берейік. Сабақтан алған әсерлеріңді күн шапақтарына жаз. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.